Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін бізде жаңа тарау, жаңа сабақ. Үшінші тарау Fantasy World. Олай болса, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңдар оқушылар. Жаңа сабағымызды бастаймыз. On page 26, exercise 1, 26 беттегі бірінші тапсырмаға қараймыз. Жалпы бізде тақырып people and places. People – адамдар, places – жерлер деген мағынаны білдіреді. Exercise 1. Check the meanings of the words in the box, in the word list, in the workbook. Then complete the lists. Қорапшаның ішінде сөздер берілген. Біз сол сөздерді мағынасын ашып, екі бағанаға бөліп жазу керекпіз. Бірінші бағанаға біз жерлерге байланысты, яғни places, ал екінші бағанаға people, адамға байланысты сөздерді жазып шығамыз. Олай болса, дәптерімізге жазып аламыз. Places жерлерге байланысты сөздер: country мемлекет, city қала, house үй, town қалашық, village ауыл деген сөздер жатады. Екінші бағанаға people адамдар: baby бөпе, child бала, family отбасы, man еркек, person адам, woman әйел. Міне осылай бірінші тапсырманы жазып аламыз. So next exercise 2. Do the Our World quiz and listen and check your answers. Яғни бұл жерде келесі беттегі Our World quizін бірге орындайтын боламыз және тексереміз. Олай болса, келесі бетке қараймыз балалар. Our World біздің әлем. Facts and figures. Яғни бұл жерде нақты факттер берілген. Қазір оқып танысатын боламыз. Мен оқып, жауабын белгілеп отыратын боламын. Бірінші. There are 7 billion people in the world. There are more boys and men. А варианты, яғни әлем бойынша 7 миллиард адамдар бар. Ол жерде көбірек басын бізде еркектер мен ұл балдар дейді. А варианты. Екінші. There are 40 new babies in the world every 10 seconds. Яғни әр 10 секунд сайын 40 бала әлем бойынша дүниеге келеді. Бұл факт, балалар. Бұл шындық. Үшінші. The population of Tokyo, the capital city of Japan, is A варианты 13 million. Төртінші. There is a village in Norway called A, and there is a town in Britain. А варианты. Келесі. Бесінші. There are B варианты 196 countries in the world. Алтыншы. Ava, Lucas and Charlotte are popular names for children in Australia. Және жетінші. B, яғни 6 B болды. Жетінші. There are 100 in this long house in Malaysia. 100 families in this long house in Malaysia. Міне бұл әлем бойынша берілген ақпараттар, яғни факттер екен балалар. Міне осылай біз квизді жазып аламыз. Келесі exercise 3, language point, plural forms. Яғни plural forms дегеніміз біз көпше түрді айтамыз, көпше түрдегі форманы айтамыз, балалар. Енді exercise 3, complete the lists with plural forms in the Our World quiz. Жаңағы квизге қарап отырып, біз бұл жерде жекеше тұрған сөздерді көпше түрге келтіру керекпіз. Және екі бағанаға сызып қойған regular дегеніміз біз дұрыс сөздер, ал irregular дегеніміз ол бізде бұрыс сөздер екен балдар. Singular жекеше түрде, plural көпше түрде. Мысалға, boy ұл бала көпше түрде boys болады. Girl girls, house houses, minute minutes, name names, second seconds, town towns, village villages. Яғни барлық көпше түрдің артына біз шығып кеттік. Бұл дұрыс сөздер. Ал енді бұрыс сөздерге қараймыз, яғни дұрыс емес. Irregular жекеше түрде person адам болса, онда біз бұл дұрыс емес бұрыс сөз болғандықтан түбірімен өзгеріп people адамдар деп өзгереді. Baby бөпе болса babies, яғни y түсіп қалып ies шығанады. Бөпелер.
country, countries, child, children, family, families. Міне осылай жазып аламыз. Келесі exercise 4. Write the numbers from the quiz for each key phrase. Then listen and repeat. Бұл жерде сөзбен жазылған сандарды берген. Біз оны оқып, яғни сан ретінде цифрмен жазып шығу керекпіз. Бірінші 196 бізде 196, 267 бізде 267, 1000 бізде 1000, a million бізде миллион. Осылай жазып аламыз. Next, exercise 5. Say these numbers and listen and check. Ал 5-ші тапсырмада сандар цифрмен берілген, біз оны жазылуына қарай, яғни әріптермен жазу керекпіз. Бірінші бізде 135. Келесі 842. Келесі 305. Келесі 6 million және соңғысы 12,000. Міне осылай жазып аламыз. Келесі exercise 6. Activate, complete the fact file for your countries and compare with a partner. Яғни бұл жерде жеке орындауға болады, әркім өз бетімен. Өйткені бұл жерде әркімнің өз ойы болады. Мен жалпы мысал ретінде жазып кеттім, оқушылар өзге тіпті жазуға болады. Қысқаша айтып мысал келтіріп кетейін. Бірінші, popular names for boys are, яғни өзінің қалаңдағы, өзінің еліңдегі атақты ұл балдардың есімі дейді. Мүслим, Айсұлтан, Арыстан, Хан деп жаза беруге болады. Келесі girls are, ал қыздардың есімі Кәусар, Айлин, Ерке, Аяла деген сияқты. Екінші, the capital of my country, біздің еліміздің астанасы, ол бізде Нұр-Сұлтан қаласы. Келесі, name of my town is Алматы, the population 2 million. Яғни әркім өзінің қаласын жазады, тұрып жатқан қаласын, немесе ауыл болсын, және ол жердегі адам саны, халық саны қанша. Келесі, соңғы, name of interesting towns or village, яғни сенің қалаңның қасында жақын орналасқан ауыл немесе қаланы жазуға болады. The interesting town near Алматы is Қапчағай. Міне осылай қысқаша факттерді жазып кеттім. Орындап болсақ, келесі бетті ашамыз оқушылар. 28-ші бетте reading, оқылымға байланысты, an article about two places. Бұл жерде екі жер берілген, екі жерге байланысты қысқаша мағлұматтар берілген. Қарайықшы, welcome to Голливуд дейді. Голливудты бәріміз білеміз, және мына жерде екі, яғни бір атаумен екі жер бар. Екі жерінде атауы Голливуд, бірақ ол екі жерде орналасқан. Біреуі біріншісі USA, Америкада орналасқан, және ол жерде халық саны 167 мың. Ал екіншісі Ирландияда орналасқан, яғни оның да атауы Голливуд, оның халық саны 100 ғана адамдар екен. Мына жерде мәтіндер берілген, өте қызықты ақпараттар жазылған. Оқушылар, мен қазір оқысам өте ұзақ болып кетеді, сондықтан өз беттерімен міндетті түрде оқып шығыңдар. Ал қазір мен осы мәтінге қарай тапсырмаларды орындап шығатын боламын. Бірінші, look at the picture in the text. Guess which adjectives in the box describe Hollywood, USA and which describe Hollywood, Ireland. Яғни бұл жерде төрт сын есім берілген, және қай сын есімдер Америкадағы Голливудты сипаттайды, қай есімдер Ирландиядағы Голливуд сипаттайды жазып өтеген. Бізде Hollywood, USA ол өте noisy, famous, яғни атақты және шулы, өйткені ол жерде халық саны көп, оқушылар. Ал екінші Hollywood, Ireland ол бізде quite small, халық саны 100 адам болғандықтан ол өте кішкентай және өте тыныш қала болып саналады. Міне осылай жазамыз. Келесі exercise 2, read and listen, check your answers, exercise 1. Мына жерде оқып, жауабыңды тексер деген, жауабы бізде дұрыс. Екінші тапсырмада осылай болады. So next exercise 3, read the text again and answer the questions. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер деген, яғни бұл сұрақтардың жауабы осы мәтіннің ішінде бар. Мен қазір жауаптарын оқып кететін боламын. Is Hollywood, USA part of Washington? No, it isn't. It's part of Los Angeles. Екінші сұрақ. Is it a village? No, it isn't. It's part of a city. Үшінші. It's a quiet place? No, it isn't. It's a noisy place. Яғни біз
Америка еліндегі Голливудты айтып жатырмыз, иә. Төртінші сұрақ. Is Голливуд Island a big place? No, it isn't. It's a small place. Енді Ирландиядағы Голливуд. Бесінші. What is near the village? There are many interesting places near the village. Және соңғы сұрақ. Is it a near city? Yes, it is. The city of Dublin is 42 kilometers from the village. Толық сұрақтарға жауап беріп шықтым. Келесі exercise 4. Build a vocabulary. Which of these words are in the text? Which words are similar in your language? Яғни мына жерде берілген сөздерді мағынасын табу керекпіз. Мен қазақша атауларын жазып кеттім. Диско бізде дискотека, cinema кинотеатр, студия, парк саябақ, restaurant ресторан, airport әуежай, hotel қонақүй, shop дүкен, museum мұражай, cafe кафе. Келесі exercise 5. About to ask and answer the questions. Бұл жерде де әркім өзіне байланысты сұрақтарға жауап береді. Мен тек қана мысал ретінде жазып кеттім, өзгертіп жазуға болады. Көшіріп аламыз оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. Бұл жерде 29 бетте language focus, яғни грамматикалық жаттығулар. There is, there are, some and any. There is, there are деген мына жерде деген мағынаны білдіреді. There is жекеше түрде қолдансақ, there are көпше түрде. Яғни мына жерде мұнда деген мағынаны білдіреді. Some деген, any деген бірнеше деген мағынаны білдіреді. Some болымды сөйлемде жазылса, бірнеше, мына жерде бірнеше кітаптар бар. There are some books, иә. Ал any болса, ол болымсыз түрде және сұрау сөйлемде қолданылады көбінесе, яғни бірнеше деген мағынада. Exercise 1. Study the tables, then choose the correct words, complete the rules. Мына жерде анық түсіндіріп берген affirmative деген болымды singular жекеше түрде there is a park, there is an interesting shop. Яғни жекеше түрдегі сөйлем. Екінші plural көпше түрде болса there are 2 restaurants, there are some museums. Бұл жерде бірнеше музей бар, бұл жерде 2 ресторан бар. Яғни there is бірнешінде жекеше қолданып тұр, there are көпше қолданып тұр. Ал негативті болымсыз сөйлемде singular көпше түрде there isn't a park. Бұл жерде парк жоқ. Ал көпше түрінде there aren't any shops. Бұл жерде дүкендер жоқ. Яғни any болымсыз түрде көпше мағынада қолданылады. Енді осы неге қарай, ережеге қарай, бірінші ережеде, яғни some қолданамыз. Көпше түрде in plural sentence we use some, болымсыз түрде some'ды қолданамыз көпше түрде, ал болымды түрде, ал болымсыз түрде any'ді қолданамыз. Екінші жаттығу incorrect sentences, сөйлемдерді дұрыс жазып шығу керекпіз. Барлық көкпен берілген сөйлемдер қате жазылған. Мен барлығын дұрыстап, дұрыс жазып шықтым. Дұрыс нұсқаны дәптерімізге көшіріп аламыз оқушылар. Next exercise 3. Write sentence about London in England and London in the South Pacific. Бұл жерде де балдар екіге бөлім қойған. Англия мен океан берілген. Соған қарай, астындағы сөздерге қарай сөйлем құрау керекпіз. Мен қысқаша сөйлемдерді құрап жаздым. Яғни көкпен берілген қорапшаның ішіндегі сөйлемдерді құрастыра отырып, сөйлемдерді құрап шықтым. Осылай үшінші тапсырманы орындаймыз. Келесі бізде төртінші тапсырма. Look at the picture, write sentence with there is, there are, a, and, some, any. Яғни бағанағы өткен there is, there are конструкциясын қолданып отырып, суретке қарап отырып, сипаттай отырып, қорапшаның ішіндегі сөздерді қолдана отырып, сөйлем құрастырамыз. Мен барлық сөйлемдерді дұрыс жазып шықтым. Төртінші тапсырманы осы жерден жазып алсаңдар болады. Енді бізде соңғы тапсырма exercise 5. Complete the table with sentence about your town. Бұл жерде әркім өзі қаласына байланысты сөйлемдер құруға болады. Қорапшаның ішінде мысалдар сөйлемдер берілген, және екі бағанаға бөлінген. Good деп өзіңнің қалаңның жақсы жерлерін жазсам болады, bad деп жаман жерлерін жазсам болады. Мен тек қана мысал ретінде жазып кеттім. Мысалға, жақсы жеріне there aren't any noisy streets. Біздің қалада шулы көшелер жоқ деген сияқты. Ал жаманына there are some expensive hotels. Біздің қалада өте қымбат отельдер бар деген сияқты мысалдармен өзгертіп те жазуға болады. Оқушылар, міне балалар, барлық беттегі тапсырмаларды орындап шықтық. Жарайсыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.